Қызым, біз бүгін апортқа барамыз. Біз енді апортқа баратын кезіміз болды. Көп жыл болды ешқайға бармағымызға. Кеттік, иә? Ау, қыз, не болды саған? Мені ата-анам ұрып көшеге шығарып жіберді. Енді менің қарным аш, үстімдегі киім жыртық. Ештеңе етпейді, қыз. Біз сені бүгін асырайтын боламыз. Ура, шын ба? Иә. Ура! Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Енді біз сені мектепке апаратын тап-таза үйімізді көрсетеміз. Сенің бөлмеңді көрсетеміз. Сенің киіміңді көрсетеміз. Сенің пижамаңды көрсетеміз. Сені бір жаққа апарамыз. Кеттік. Мынау сіздің үйіңіз ба? Иә. Ой, рахмет сізге. Оқасы жоқ. Менің бұндай үйде өмір сүрмегем. Кел, жүр кеттік. Қай жаққа? Қазір күтіп тұршы. Жүр кеттік, сенің бөлмеңді көрсетеміз. Екінші этажға жүру керек па? Иә, екінші этаж. Кел, мына сенің бөлмең. Рахмет, қандай әдемі. Менде бөлме болмаған. Мен жерде жатқан бұрында. Рахмет сізге. Саған бөлме өзің сәндей аласың ба бөлмені? Мен сәндемеймін, осылай жүре береді бөлме. Жарайды. Сен енді киіміңді ауыстыр. Киімдерің шкафта. Иә. Қызым шықса, күшті болардың еді. Бүгін біз неге барамыз? Аптыстасын мына қызым. Анашым. Мына мен киім кидім. Вау, күшті қызым. Күшті киініпсің. Мен үйді қарап жүре берейінші. Сүрсең болады. Жемесен көрсетем. Атына жемесен саған көрсетем. Бірінші деді қызым, мама деді, ура! Анашым. Ау, Қарным аш. Қарным аш, кел саған торт дайындап берейін, я? Кім анау тұқылдарды ұнатқан? Білмеймін, қызым. Біреу болуы мүмкін. Может. Ағатан жақты айдап жүрмін. Ой, жоқ болып кетті ғой, қызым. Ағатан жақты айдап Фокус-мокустың жақты. Анашым тамақ жейікші. Кел, қызым, тортты бөліп істейміз. Вау, әдемісің аға. Ой, ешкім осындай торт бермеген. Саған еще тағы да бір нәрсе бар. Қандай? Саған мынандай подарок етемін. Рахмет. Ешкім подарок жасамады. Саған тағы да бір нәрсе бар. Тағы да жегің келе ма? Тағы да жегің келе ма? Иә, бірақ сіздің ақшаңыз құртылады ғой. Жоқ, құртылмайды. Біз бүгін көп ақша табамыз. Рахмет.
Анашым, Ау, ұйықтайтын уақыт болды. кәні қызым? Я. Ой, Мен көзім. кеттім, пижамамды киіп ұйықтай берейін. Анашым, маған ерте ұйықтау керек. Пижамамды киіп ұйықтай берейін. Я қызым, Летицадан тегін меңгер құлақ қаласындар. Анашым, міне. Саған бір... Сен енді макияж істесең болады. Мен саған макияж бөлме бояндырып берейін. Тұрқ. Мені түріңді айнаға көрсек. Мам, мынау сіздің айнаңызға қарауға бола ма? Болады, қызым. Науқасын Ой, отырып қойыппын ғой. отыра бер, қызым. Боянуға бола ма не маған? Бояды. Болады. Әдемісің, маған ешкім бұндай подарок жасамаған. Рахмет сізге, рахмет. Түн батты, ұйықтайық. Сіңілің? Мынау кім? Ау. Ой, қаяқта жүрін еді? Қызым, таппай қалдым ғой. Бір қап-қара сен ба деп ойлап қалсам? Біреудің үйін тонап жатыр, анашым. Білмеймін, бір дауыс шығып жүр ғой, әйтеуір. Жүрсек деген. Мынау кім, қызым? Ұстаңыз, анашым, ұстаңыз. Ұстаймай жатырмын, қызым. Ура, сіз ұстадыңыз. Я, қызым. Молодец. Жер кетті, қызым. Міне, тағы бір адам кеп тұр. Міне, тонайын деп жатыр. Ұстаңыз. Тұташы, қызым. Қорқамын. Қорпа, бәрі сау болады. Ура, сіз таба алдыңыз. Анашым, Ау. екеуміз отырып жейікші бір бәле. Қызым, бүгін Аяла қызыңның туған күні болады. Мен оған бір нәрсе дайындап қойдым. Анашым, мен әдемі киініп алдым. Анталды астамай жатырмын. Анашым, Ау. мен бөлмеме барайыншы бір минутқа. Бара бер, қызым. Қызым не істеп жатыр? Камерадан көріп тұрайыншы. Бұрынғы менің ата-анам түскен жаман болған ғой. Ұрып, ұрсып, түрім жаман болған. Бірақ мынау ата-анам пайда болғанына қуанып тұрмын. Барлық нәрсемді айтқанымды істейді. Сіңілім болғанына қуанам. Мені анам мүлде жұмсамайды. Маған рахат шығар. Бірақ бұрынғы үйімдегі ата-анам жаман бұзақы болған ше. Бопты, мен мамаға барайын. Мамаға барайын. Анашым, Ау. мен тамақ ішпейтін болдым. Жарайды, қызым. Қызым, Ау, бөлмеңде сенің не айтқаныңды біліп қойдым. қалай? Мынау камераны көрмедің бе? Камераны көрдің бе? Жоқ. Қарасайсы төбесіне. Мына жақта камера бар екен ғой. Қызым, Ау, сенің
ұзақ әңгіме айтыпсың. Үйдегі атаң балаларың жаман екен, иә? Сені мүлдем жұмсамайды деп ойлады екенсіз. Енді мен сені вообще жұмсамайтын боламын. Өзім бәр тірлікті жасаймын. Ал достар, осымен видеомыз аяқталды. Ал- Ата-аналарыңызды қадірлеңіздер, құрметтеңіздер. Ал всем пока!